Аз уақыттың ішінде табысты қалай молайтуға болады деген сұрақ әр адамды мазалайды. Бұл мәселенің шешімі ретінде ақшаны депозитке салып жинау дегендер өте көп. Алайда инвестициялық компаниялар бос жатқан ақшаны өсіру мақсатында акция мен бағалы қағаздарға жұмсаған дұрыс деп санайды. Инвестиции он должен вкладывать в будущее. То есть на долгосрочной перспективе. Ақшаны инвестициялау өте өзекті мәселе. Қазіргі уақытта халықтың зейнетақы қорына деген сенімі жоғалып кетті. Ең бірінші мәселе зейнет жасына дейін өмір сүре алмау деген қорқыныш. Сондықтан көптеген адамдар жаңа құралдарды, табыс табу көздерді іздей бастайды, инвестиция салады. Болашақта 5-10 жылдан кейін сол ақшаның пайдасын көре алады. Пожинать плоды через 5-10 лет. Freedom Finance инвестициялық компаниясы инвесторларға өте ұтымды бағалы қағаздардың құралдарын бере отыра, өз ақшаларын 6% ықтималдықпен өсіре алады. Салыстырмалы түрде қарағанда қарапайым депозит процентінен 4 есе көп. Сіздермен болған тілші Букишева Аңкар, басты жаңалықтар.